Атлант иығын көтерді. Әлемді өзгерткен роман. Егер бір күні әлемдегі ең талантты, еңбекқор, ақылды адамдар жай ғана жоғалып кетсе не болар еді? Бизнесмендер, ғалымдар, инженерлер, осы адамдардың орны бос қалса, қоғам қалай өмір сүреді? Айн Рэндтің «Атлант иығын көтерді» кітабы дәл осы сұраққа жауап іздейді. Бұл кітап капитализм мен адам еркіндігі туралы ең танымал философиялық романдардың бірі. Біреулер оны өмірін өзгерткен кітап деп атаса, басқалары утопияға ұқсас қиял деп есептейді. Бірақ ол бәрібір оқырманды бей-жай қалдырмайды. Сюжеті қандай? Оқиға 20 ғасырдың белгісіз бір елінде өтеді, бірақ біз оны оңай Америка деп елестете аламыз. Бұл елде экономикалық дағдарыс басталған. Зауыттар жабылып, өндіріс құлдырап, талантты адамдар бірінен соң бірі жоғала бастайды. Билік болса, осының бәріне капитализм мен бай адамдарды кінәлайды. Басты кейіпкерлер: Дагни Таггарт. Таггарт Трансконтинентал теміржол компаниясының вице-президенті. Ол бизнесін сақтап қалу үшін күреседі. Хэнк Риарден. Болат магнаты. Ол ерекше мықты металлды ойлап тауып, өндірісті алға жылжытпақ болады. Бірақ үкімет оның еңбегін халыққа беруін талап етеді. Джеймс Таггарт. Дагнидің ағасы, компания президенті, бірақ бизнеспен айналыса алмайды. Ол тек үкіметпен жақсы қарым-қатынас жасау арқылы пайда табады. Франсиско де Анкония. Шахта магнаты, бірақ ол өз бизнесін әдейі құртып жатқандай көрінеді. Джон Голд. Жұмбақ тұлға. Ол кім? Террорист пе, гений ме, әлде жаңа әлемнің негізін салушы ма? Оқиға қалай өрбиді? Дагни Таггарт пен Хэнк Риарден өндіріс саласын дамыту үшін күреседі. Олар жаңа технологияларды қолдануға тырысады. Бірақ үкімет олардың жолын кесе береді. Билік адал еңбектің күші халыққа қызмет ету керек деген ұранмен талантты кәсіпкерлерді бақылауға алады. Бірақ бір қызық нәрсе болады. Елдегі ең дарынды адамдар жоғала бастайды. Кімдер? Инженерлер, кәсіпкерлер, ғалымдар. Олар қайда кетіп жатыр? Және неге? Бұл сұрақтың жауабын Дагни Таггарт іздейді. Оның жолы Джон Голд есімімен байланысты. Голд идеалист, философ, инженер. Ол өзіне бір сұрақ қояды. Егер әлем менің еңбегімді бағаламаса, неге мен оған қызмет етуім керек? Кітаптың негізгі идеялары. Бұл роман жай ғана оқиға емес. Ол капитализм мен социализм арасындағы шайқас, жеке адам мен қоғам арасындағы қақтығыс туралы. Айн Рэнд кітап арқылы мына идеяларды жеткізеді. Бірінші, адам ең алдымен өзі үшін өмір сүру керек. Егер адам тек қоғам үшін өмір сүрсе, ол өз құндылығын жоғалтады. Мемлекет пен қоғам адамға қарыз емес, адам да қоғамға қарыз емес. Екінші, талант пен ақыл ең үлкен байлық. Дарынды адамдар әлемнің қозғаушы күші. Егер оларды мәжбүрлеп еңбектерін бағаламаса, олар жоғалып кетеді. Үшінші, үкімет пен саясат бизнесті бақыламау керек. Бизнес пен ғылым еркін болуы тиіс. Мемлекет бақылау жасаған сайын экономика құлдырайды. Төртінші, өз еңбегінің жемісін өзің көру басты құқық. Егер бір адам еңбек етсе, оның еңбегін басқаларға теңдей тарату әділетсіз. Неліктен бұл кітап маңызды? Көптеген адамдар үшін Атлант иығын көтерді, өмірді өзгертетін кітап. Ол сізді келесі сұрақтар туралы ойлануға мәжбүрлейді. Мен не үшін жұмыс істеймін? Менің еңбегімнің жемісі кімге тиесілі? Қоғам маған бірдеңе қарыз ба? Әлде мен қоғамға қарызбын ба? Бұл кітап әсіресе бизнесмендерге, инженерлерге, ғалымдарға және өзін еркін тұлға деп санайтын адамдарға ұнайды. Себебі ол еңбек пен таланттың құндылығын көрсетеді. Кітаптың әсері. Айн Рэндтің бұл романы көптеген кәсіпкерлер мен саясаткерлерге әсер етті. Американың кейбір танымал миллиардерлері, мысалы Стив Джобс, Илон Маск, Марк Цукерберг бұл кітапты шабыт берген ең маңызды туындылардың бірі деп атаған. Кейбіреулер бұл кітап капиталистер үшін утопия дейді.
Бірақ кітап көтеретін мәселелер әлі де өзекті. Қоғам әлі де ақылды адамдарды бақылағысы келеді. Олардың еңбегін өз пайдасына пайдаланғысы келеді. Бірақ Атлант бәрібір иығын жазды. Қорытынды: бұл кітап өзіңіз үшін өмір сүрудің маңыздылығын түсіндіреді. Жеке меншіктің, еркін ойдың, тәуелсіз бизнестің құндылығын көрсетеді. Қоғамның әрдайым талантты адамдарды пайдалануға тырысатынын еске салады. Атлант иығын көтерді. Бұл жай ғана роман емес, бұл идея. Сіз өз еңбегіңізбен өмір сүресіз бе? Әлде сізді пайдаланып жатыр ма? Жауабын білгіңіз келсе, бұл кітапты оқып шығыңыз.